Алматыда әлемдік конституциялық құрылысты нығайту мен адам құқықтарын қамтамасыз етуге арналған құқықтық диалог атты маңызды іс-шара өтті. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде өткен жиынға Еуропа кеңесінің Венециялық комиссиясының төрайымы Клэр Бази Малори арнайы келіп мазмұнда баяндама жасады. Ол халықаралық құқықтық стандарттардың дамуы мен заң үстемдігінің жаһандық қауымдастықтағы рөлін кеңінен талдады. Сегодня в старейшем вузе страны Бүгін еліміздің ең алғаш құрылған жоғары оқу орны Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетіне Еуропа кеңесінің Венециялық комиссиясының төрайымы Клэр Бази Малори сапарлатып келді. Бұл біздің университет пен жалпы қазақстандық ғылыми қауымдастық үшін үлкен мәртебе. Мұндай кездесулер заң үстемдігін нығайтуға, құқықтық мәдениетті арттыруға және Қазақстанның әлемдік құқықтық кеңістікпен байланысын тереңдетуге ықпал етеді. Сол себепті студенттерімізге пайдалы болды деп ойлаймын. Айта кетейік, құқықтық жиынға Қазақстан Конституциялық соты, бас прокуратура, әділет министрлігі және парламент комитеттерінің өкілдерімен қатар Біріккен ұлттар ұйымы делегациясы мен Францияның жетекші заңгерлері қатысты. Диалог барысында құқықтық мәдениетті нығайту, тәжірибе алмасу және халықаралық әріптестікті кеңейту мәселелері кеңінен сөз болды. Іс-шара еркін форматта өтіп, студенттер мен жас зерттеушілерге ашық пікір алмасуға мүмкіндік берілді. Бүгін халықаралық құқықтық қауымдастық үшін аса маңызды бас қосу болды. Мұнда біз құқықтық мәдениетті дамытуды, заң үстемдігі қағидаттарын ілгерілетуді сөз еттік. Мұндай ашық пікірталастар болашақ заңгерлер мен зерттеушілер үшін аса маңызды.